Сәлем достар, қалдарыңыз қалай? Сіздермен Айдын Ардақұлы. Қазір сіздерге ChatGPT-мен қалай жұмыс істеу керек, қалай ол арқылы сабаққа тез және оңай дайындалуға болады, соны көрсетемін. Ал онда кеттік. Ең алдымен біз тақырып таңдауымыз керек. Мысалы, мен ертең қандай тақырыпқа дайындаламын? Тақырып бізде фотосинтез болсын. Немесе өзіңіздің қалаған пәніңіз бойынша қалаған тақырыбыңыздың атын өшеге жазасыз. Одан кейін shift басасыз да, и одан кейін enterді екеуін бірге басасыз. Сол кезде ол келесі неге секіретті. Жаңағы ChatGPT-ге әлі тоқтай тұр. Мен жазып болған жоқпын. Бүкіл менің промпты деген сияқты сигнал жібереміз. Егер тек қана enterді бассаңыз, ол сразу жаза бастайды. Тақырып фотосинтез. Енді бұл тақырыпқа не қосамыз? Бұл тақырыпты біз не істейміз? Өмірмен байланыстыру үшін не істеуіміз керек? Жаңағы күнделікті өмірден мысалдар бер деп жазайық. Shift басып тұрамыз да, enterді басамыз. Өмірмен байланыстыру және сабақты мысалы мағыналы өткізу үшін. Тағы да жаңағы сабақты қызық өткізу үшін, балаларға бұл сабақ түсінікті болсын деп, ең сияқты өзіңіздің жаңағы запросты, промпты сөйтіп жазасыз. Неғұрлым сіздің жазған жаңағы запросыңыз, өтінішіңізді детальный болса, нақты болса, соғұрлым ChatGPT сізге жақсырақ, нақтырақ көмектесе алатын болады. Ойыңызда не бар болса, соның бәрін өшеге қалай ойлап жатсыз жазу керек, ұялмай. Одан кейін бізге тағы не керек? Мысалы, балалардың сыни тұрғыдан дамулары үшін біз әр тақырыпта балаларға көбірек сұрақ сұрауымыз керек. Сұрақтар жай ғана емес, жоғары деңгей сұрақтан сұрау керек. Біздің пирамида бойынша ең астында түсіну үшін, есте сақтау үшін сұрақтар қойылады. Ал ең жоғарыдағы сұрақтар ол жоғары деңгей сұрақтар деп аталады. Және олар синтез жасау үшін, талдау үшін, анализ жасау үшін, сондай сұрақтар салған кезде балалар сол сұрақтарға жауап беремін деп сыни тұрғыдан ойлауға, дамуға мәжбүр болады. Сол үшін біз оған не істейміз? Осы тақырып бойынша жоғары деңгей сұрақтарын жаз деп жазайық. Shift ұстап тұрамыз да, enterді басамыз. Бұдан басқа не сұрауға болады? Мысалы, өмірмен байланыстырдық, сұрақтарды сұрадық, біз құндылықтарды қосайық. Мысалы, моральды және рухани құндылықтар қос деп сұрайық. Тағы да басқа қандай сізге моральды деймін, тәрбиелік және рухани құндылықтар қос. Егер мектебіңізде Pasco құрылғылары бар болса, Pasco датчиктер немесе құрылғыларын қос деп жазайық оған. Тағы не істейміз? Мысалы, балаларды бағалау үшін біз не істеуіміз керек? Критерий қолдануымыз керек. Сол үшін критерий және критерийлер қос десек
жеткілікті болады деп ойлаймын. Сөйтіп біздің тақырыпқа, біздің сабаққа не керек, соның бәрін осылай жазып шығасыз. Ең басында біз не деп қосайық тағы, сабақ жоспарын дайында. Болды. Енді Enter'ның өзін басамыз. Енді қараймыз ол не бізге дайындап беретін. Міне фотосинтез тақырыбына арналған өмірмен байланысты мағыналы құндылықтарға бай және Pasco датчиктермен толықтырылған сабақ жоспары. Бұл жақта өзі мысалы пәнін, сыныбын жазып жатыр. Сізге егер сынып өзгерту керек болса, мысалы 9-шы сынып немесе 7-ші сынып деп жазып қойсаңыз болады. Сол сыныпқа қарай ол жоспарды өзгертеді. Сабақ мақсаттарын жазып қойды. Мына жақта құндылықтар жазып қойды, рухани, мысалы табиғатқа қамқорлық, шүкіршілік. Осындай сонша бізде өсімдік бар болғанына, біз бұл өсімдіктер болулары үшін, бізге сонша ауа берулері үшін ешнәрсе істемейміз, тегін бәрін бізге жасап жатыр. Соған рахмет деген сияқты. Моральдық тәрбие, жауапкершілік, қоршаған ортаға сүйіспеншілік, бар нәрсеге қуану керек. Әр демалып жатқан кезде біз демалмай қалсақ, адам өліп қалады, соның шүкірін шығару керек. Өмірмен байланыс, адамдардың тыныс алуы, ауыл шаруашылығы, азық-түлік өндірісі бәрі фотосинтезге тікелей байланысты деген сияқты. Нәтижелер, оқу мақсаттарын бәрін жазып қойды. Нақты критерийлер бар, мысалы теориялық түсінік, практикалық дағды деген сияқты. Егер сіз кейбір жерлерін өзгерткіңіз, жақсартқыңыз келсе, бір нәрсе қосып немесе алғыңыз келіп жатса, тура сөйтіп жазасыз. Осы жерде маған тағы да мысалы бірнеше құндылық қос. Мысалы 5 құндылық болсын деген сияқты. Сөйтіп сабақтың құрылымына бастайды. Мысалы әр этап үшін қанша минут уақыт кетеді, формуласын жазып, күнделікті өмірмен байланысын жазды біз сұрағандай. Мысалы өсімдіктер оттек береді, біз тыныс аламыз, бермесе біз ала алмаймыз. Өсімдіктер не істейді? Фотосинтез арқылы бізге азық-түлік береді, ол болмаса біз тамақсыз өмір сүре алмаймыз деген сияқты. Жоғары деңгей сұрақтарын жазды. Егер бұл аз болса, одан да көбірек жаз. Маған 10 жоғары деңгей сұрағын жаз деген сияқты сұрауға болады. Маған 5 критерий болсын деген сияқты. Осылай отырып, бәрін шұқылап, керек заттарды сіз өзіңізге ыңғайлатып жазып отырасыз. Ол соған байланысты жақсарта береді сіздің жоспарыңызды. Бір жазғаннан кейін сразу мен жоспарым дайын деп соны көшіріп алмаңыздар. Жақсылап тексеру керек. Кейбір кезде ChatGPT қателеседі. Сол үшін қате тауып алсаңыз, ол жағын, мына жағын қате дұрыстап жібер деп айту керек, сол кезде ол оны дұрыстайды. Міне біздің Pasco құрылғыларымен жұмыс жасап жатыр. Мысалы қаласаң сол жоспарды PDF форматында немесе презентация түрінде жасап бере аламын дейді. Десеңіз сізге жасап береді. Мысалы маған мына жақта Pasco құрылғыларымен практикалық жұмыс аз болған сияқты. Маған осыны нақты детальдармен ашып жаз деп жатырмын да. Көрдіңіз ба? Практикалық жұмыс дегенді мен осы жерге жазып, астына мен одан не қалаймын, қалай қалаймын, соны жазып қойдым. Ол маған енді практикалық жұмысты нақтырақ, көбірек детальдарын қосып, сөйтіп жазып беріп жатыр. Міне, мақсатын жазып, немесе жеке зертханалық жұмыс жоспарын жасап жатқан кезде осылай сұрасаңыз, мысалы мынанша минут болады, тақырып мынандай, Pasco құрылғыларын қолданамын деп, мына жақта қандай құрал жабдықтар бар, жұмыс барысы нақты қанша минут, бүкіл мына жақта әрекеттерін бәрін жазып шықты бізге, мысалы. Көрдіңіз ба? Нәтижесін жазып, мына жақта PDF түрінде берші деп берейін бе деп сұрап жатыр. PDF деп жазып қойық. Ұзақ жазудың қажеті жоқ. Ол бізге қысқаша да жазсақ, ол бізді жақсы түсінеді. Осы уақытқа шейін мен
қанша әртүрлі запрос жібердім, қанша нәрсе сұрадым одан, ол бәрін есіне сақтайды, кейін сол заттарды ұсынады. Негізі ақылы түрде оны сатып алсаңыз, ол не болады, мынадай ChatGPT плюс деген значок шығады мына жақта, айына 10 000 теңгеде шығу керек. Ол лимитсіз сізге көмектеседі, тоқтамай жаза береді бүкіл сұрақтарыңызға жауапты. Одан кейін әртүрлі көптеген функциялары өте жақсы істейді, сапалы түрде сурет жасайды. Осындай әртүрлі керек документтерді дайындап болғаннан кейін оны сізге жүктеп алуға мүмкіндік береді. Осы жерге мысалы практикалық жұмыс жоспары деген Word форматынан дайындапты. PDF деп сұрасақ, осының үстіне басып сіз жүктеп алсаңыз болады. Мен тағы да PDF жазып көрейін, маған PDF түрінде керек өткені. Сол жалпы осылай ChatGPT деген сіздің жаңағы сабағыңызға жоспарды өте тез дайындауға көмектеседі, бүкіл қара жұмысты өзі жасайды. Сол үшін бұл біздің өмірімізді жеңілдетеді. Бәрін менің орныма жасайды деп ойламаңыздар. Сізде бәрібір қарап отырасыз, тексересіз, корректировка жасайсыз. Бірақ жалпы өзіңіз жазып, бәрін жасап отырғанша, осы ChatGPT қолданған өте ыңғайлы және тиімді. Егер сұрақтарыңыз бар болса, комментарийге жазыңыздар. Қарағандарыңыз үшін көп рахмет. Осылай жалпы бітіргеннен кейін, осылай сілтеме береді. Үстіне басасыз, оны жүктеп аласыз. Сау болыңыздар. Міне маған PDF түрінде де жаңа біздің жоспарды дайындап берді. Рахмет.